Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін қолтықтың иісін үй жағдайында қалай кетіруге болатынын айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қолтықтың терлеуі мен ондағы жағымсыз иіс адамның өзіне деген сенімділігін жоғалтады. Одан құтылу үшін қымбат дезодорант пен түрлі иіс сулардың көмегіне жүгініп жатамыз. Бірақ бұл заттар уақытша ғана көмектеседі. Ал егер түбегейлі құтылғыңыз келсе, онда мына кеңесті жүзеге асырып көріңіз. Бірінші кеңес: 3-4 түйір марганцовканы 1 стакан қайнатылған жылы сумен араластырыңыз. Осы сумен күніне 3-4 рет қолтығыңызды жуасыз. Бұл ерітінді қолтықтың терлеуін тоқтатады, жағымсыз иісті жояды және түктерді кетіреді. Емді үзбей 2 апта жүргізесіз. Екінші кеңес: 100 мл жылы суға 1 шай қасық ас содасын араластырасыз. Осы ерітіндіні қолтығыңыздың айналасына жағасыз. Емді тәулігіне 5 рет қайталаңыз. Ас содасы қолтықтың терлегенін тоқтатады, әрі түктің өсуін тежейді. Екінші кеңес: лимон жағымсыз иіс тудыратын бактерияларды өлтіреді. Одан құтылу үшін 1-2 тамшы лимон шырынын қолтығыңызға жағыңыз. Бірнеше минуттан соң дымқыл сүлгімен сүртіп алыңыз. Ал лимон шырыны мен суды араластырып, дезодорант ретінде сеуіп жүрсеңіз де оң нәтижеге қол жеткізесіз. Үшінші тәсіл: 1 шай қасық ұнтақталған ақжелкенді 1 стакан қайнаған суға салып, 5 минут қайнатыңыз. Салқындаған соң сүзіп алып, қолтығыңызға сүртіңіз. Ақжелкеннің құрамында антибактерия жағымсыз иіспен күреседі. Төртінші тәсіл: 5 мл сутегінің асқын тотығын 200 мл суға ертіңіз. Оған мақтаны малып алып, мәселе тудырып жатқан аймақты сүртіңіз. Бұл ерітінді қолтықтағы көзге көрінбейтін, бірақ терлетіп жағымсыз иісті тудыратын бактерияны өлтіреді. Теріні құрғатады әрі жағымсыз иісті жояды. Бесінші кеңес: 1 литр суға 3 ас қасық алма сірке суын араластырыңыз. Душтан шыққан соң осы ерітіндімен қолтығыңызды сүртіңіз. Құрғағанша күтесіз. Содан соң киімдеріңізді киіп, ұйқыға жатыңыз. Егер сірке судың иісі жағымсыз болса, оған аздап эфир майын қосуға болады. Алтыншы тәсіл: өте қарапайым әрі қол жетімді емнің тағы бір түрі — балалар сабыны. Күніне 2 рет қарама-қайшы душ қабылдаңыз. Сол кезде қолтығыңыздың айналасына балалар сабынын жағып қойыңыз. Душ пен сабын қолтықтағы барлық жайсыз мәселені шешеді. Және ең соңғы 1 дана орташа картопты майда үккіштен өткізіңіз. Езбені қолтығыңызға жағып 3-4 минут жатыңыз. Белгіленген уақыттан соң масканы жылы сумен жуып, теріңізді құрғатып сүртіңіз. Достар, егер бұл видео сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.